өзің жасай алатын, бірақ жасағың келмейтін немесе жасау қызық емес сондай бір жұмыстар болады. Соның бірі менің жағдайымда серверге приложениені деплойд ету. Ол қандай? Сайтты істеймін, мысалға веб-приложение кез келген программалау тілімен, онымен серверге орнатуым керек. Ол негізі маған қатты бір сондай қызық жұмыс емес. Оны жеңілдетудің жолдары бар. Бірақ қосымша басқа да проблемалар туындауы мүмкін. Мен ол приложениені серверге орнатам, және онымен мониторинг етуім керек. Ол кез келген уақытта өшіп қалуы мүмкін. Оны мониторинг етудің де жолдары бар. Өшіп қалуы мүмкін, немесе проблема туындауы мүмкін. Сайтқа көп адам кіріп, немесе программаны көп адам қолданып, сервер оған үлгермей, сервер құлауы мүмкін. Серверде оперативке жетпей қалуы мүмкін, жады толып кетуі мүмкін. Қысқасы сондай, егер жұмыс жасап көрсеңіз, сондай проблема бар. Енді қазір мынадай бір күшті тренд шығып жатыр. Яғни шыққанда біраз болды, мен өзім естігенім жақында ғана. Ол деген серверлес деген. Енді серверлес дегеніміз қалай жұмыс жасайды және оның қандай плюстары бар. Мен осы туралы өзім жеке ойым айта кетейін. Жақында мен сол серверлес платформаларды қарап шықтым, және маған ұнаған жері ол жерде сервер қолданылмайды. Серверлес деген без сервер не деген сөз. Әрине бүкіл программа серверде орналасады. Бірақ біз серверге администрация жасауды өзіміздің жауапкершілігімізге алмаймыз. Оны басқа адамдар алады. Біз тек қана программамызды жазамыз, серверге лақтырамыз, и болды, сол жерде жұмыс жасап тұра береді. Солардың ең қарапайымы біз бұрыннан қолданып келе жатқан мен өзім бұл Firebase. Firebase деген платформа бар, ол жерде біз мобильді қосымша жасайтын болсақ, мысалға, дайын деректер базасы бар, пользовательдерге аутентификация жасайтын бар, авторизация, аутентификация бәрін жасауға болады. Деректер базасы, файлдық сақтау жүйесі, қосымша баптауларға арналған жүйе, аналитика, remote config, Firebase мен жұмыс жасасаңыз, ішінде хостинг қызметі бар. Қысқасы біз ол жерден ол дайын жүйе аламыз да, жасаған затымызды сол жерге салып жібереміз. Деректер базасы керек болса, соны қолданамыз. Қанша нагрузка түсті, бізге плеват. Біз тек қана қолданғанымызға сай төлейміз. Ол жерде мысалы осынша қолдандың ба, айына осынша. Тегін период бар, тегіннен асып кетсе ғана төлейсің, әрі қарай ештеңе төлемейсің. Бұл да бір осы мен алғаш рет қолданған серверлес платформа. Одан кейін, бірақ ол жерде мүмкіндік қатты сондай мықты емес. Әсіресе осы Firestore деректер базасы. Ол жерде шектеулер бар. Мысалы қарапайым поисктің өзі ол жерде жоқ, бірақ жетіліп жатыр, алдағы уақытта қою мүмкін. Одан кейін соны айтқан кезде міндетті түрде мына Amazon компаниясының AWS деген сервис, Amazon AWS деген бар. Ол жерде дофига сервис бар. Машиналық оқыту, файлдарды сақтау, облачный функция, жаңа Firebase де бар ондай. AWS де AWS Lambda деп аталады ол жерде. Және әртүрлі месседж геоэ, қысқасы бізге разработчиктерге қажет ол жерде барлығы бар. Ескерту жіберу, қолданушыларды тіркеу. Біз тек қана соны қолданғанымыз үшін ғана төлейміз. Приложение жасадық, Vue.js, Angular, React, немесе кез келген. Ана жерге жібереміз, автоматически түрде жарияланатын етіп қоюға болады. Біз Git қолданамыз, Git-тен push еткен кезде, ол сол жақтан алады да өзі деплой етеді. Яғни өзі жариялайды. Бұл өте керемет. Бұл оның плюстары. Ал енді қандай минустары бар? Қазіргі жағдайда мен өзім байқаған тек қана 2 минусы бар. Біріншісі, маған қатысы жоқ. Бұл мынадай. Егер сіз серверлес платформа, серверлес архитектураны қолданып, жұмысқа тұрғыңыз келетін болса, онда бұл Қазақстан жақсы. Қазақстан қысқасы ондай емес. Қазақстаннан табу қиын. Бізде көбіне монолит деген жүйе қолданылады. Ол деген сізбен біз үйренген сайтты мысалға Django'да істейміз, немесе API Django'да, немесе Laravel сияқты фреймворкта, .NET, крупный бір приложение аламыз да серверге орнатып қоямыз. Традиционный. Максимум микросервисіне архитектураға кету мүмкін. Яғни сервистерді кусоктарға бөлу. Ол туралы мен жеке видео жасау мүмкін. Мен өзім бірақ оны қатты қолданған жоқпын. Одан кейін екінші минусы бұл жерде бақылау.
мынадай кейстер болған, яғни басқа бір адамдардың, разработчиктердің былай программасында олар случайно бірдеңені дұрыс істемеген и 5-6 ондаған миллион минусқа кіріп кеткен. Мысалға Firebase-де қазір біз қолданғанымызға ғана төлейміз. Ал егер случайно бірдеңе істемей, реверсивный функция деген болады, бір-бірін шақырады. Солай слишком көп ресурс тұтынады, және біз оған ақша төлейміз. Ал Google ол туралы бізге ескертпейді. Amazon'да ескертпеуі мүмкін. Одан кейін Microsoft'та да сондай сервис бар, оларда ескертпеуі мүмкін. Бірақ олар түсіністікпен қарайды. Сізде сондай жағдай болса, Google-ге немесе Amazon-ға жазсаңыз болады. Олар ондай косяк жіберу мүмкін екенін разработчиктердің өте жақсы біледі. Сондықтан оны алып тастауға көмектеседі. Енді сервистер деп жатырмыз. Соның ішінде мен айтқан тек қана Amazon. Қосымша Google бар, жаңа айтқан. Одан кейін Microsoft Azure деген бар. Және IBM Cloud, Alibaba-ның өзінің сервисі бар. Жақында Mail.ru, біріншісі, екіншісі Яндекс өзінің сондай сервисін іске қосты. Mail.ru-да ондай қатты мүмкіндігі жоқ әзірге, бірақ Яндексте бар. Және Қазақстанда Яндекспен жұмыс жасау үшін сізде юрлицо болу керек. Қарапайым болатын болсаңыз, қарапайым тұлға, мысалға менікіндей болса, онда сіз жұмыс жасай алмайсыз. Енді Яндексті байқап көру керек. Бірақ қазіргі кезде ең танымалы осы Amazon. Егер осы серверлесті қараңыз келсе, онда сол AWS Amazon'нан бастап көрсеңіз болады. Firebase ең жеңілі. Біз Firebase-ді қолданамыз, бірақ алдағы уақытта мен Amazon'ды қолданамын деп ойлаймын. Себебі Firebase-де шектеулер бар. Директор базасы әсіресе, ал Amazon'да маған көпшілік айтатын DynamoDB сияқты сондай крутой директор базасы бар. NoSQL. Ол жерден мүмкіндік көбірек. Яғни біз серверге жауапкершілік алмайтын болсақ, оны серверлес деп атауға болады. Ол жай ғана Amazon сияқты көптеген сервистер ұсынбауы мүмкін, тек қана бір ғана зат ұсынуы мүмкін. Мысалға FaunaDB деген бар, ол да директор базасы, бірақ ол жерде сіз директор базасына администрация жасамайсыз. Просто аласыз, әр қолданғаныңызға сай төлейсіз, соны байқап көрсеңіз болады. FaunaDB деп іздеп қараңыз, немесе Amazon AWS деп жазсаңыз шығады. Соған тіркеліп бастауға болады. Бұл минустар. Сосын мынадай бір үлкен плюсы бар екен. Мен өзім маған өтті. Ол мынадай. Біз қазір осы бір код жазатын болсақ, ол кодты серверге жариялаймыз. Кейін ол код қалай жұмыс жасайды, бізге бәрібір. Ал Amazon AWS болсын, басқа Google Cloud болсын, функция жазатын болсақ, ол жерде сондай түсінік бар. Функциялар әртүрлі. Ол жерде біз функциямыздың жазған кодымызға анализ жасаймыз. Себебі ол қаншалық тез жұмыс жасайды, қаншалықты памятты аз жұмсайды, қаншалықты тез орындалады, біз соған сай азырақ ақша төлейміз. Сондықтан біз оны зерттейміз. Мен бүгін ғана мысалға JavaScript-ке тест жасайтын бір сервисті қарап көрдім. Ол жерде жай ғана мынандай ғана затты өзгертетін болса, JavaScript жылдамырақ жұмыс жасайды екен. Бірақ оны мен мысалға бұрын мән берген жоқпын. Себебі маған өзім серверім тұр қазір. Ол сервер артығымен жетеді. Ана жерде біз экономдауымыз керек. Сондықтан біз кодқа анализ жасаймыз, оны былай тексеріп көреміз деген сияқты. Бұл өте жақсы. Ал енді олай жасағыңыз келмесе, онда бұл жаман. Сізді минусқа кетіруі мүмкін. Минусқа үлкен деңгейде емес, себебі Amazon AWS деген тегін өте арзан тұрады. Айына миллион запрос тегін. Егер Telegram бот жасайтын болсаңыз, соған жіберіп қойсаңыз болады. Ешкім сірә оған миллион запрос жолдайтынына, миллион запрос жолдау үшін оған көп адам қолдану керек. Менде мысалға қазір Instamatn деген Telegram бот бар. Сол ғана жалғыз қазір Google Cloud функция арқылы жұмыс жасап тұр. Node.js-те істеген деректерді Firestore деректер базасында сақтайды. Әзірге ол жеткілікті. Одан кейін менде Play Market'те приложениелер бар. Соны көрген болсаңыз, ішінде қолданушылар контент жасай алатын болса, оның бәрі әзірге Firebase-де тұр. Ол сол артығымен қазіргі уақытта маған жетеді. Ал енді сізге бұл қандай жағдайда керек болады?
серверлес деген қазіргі жағдайда егер сіз бір компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жерде серверлес қолдану ықтималдығы өте төмен. Менде Хабарла деген приложение бар, мен жасап жатқан, ол менің проектім емес. Бірақ сол жерде серверлес, Firebase бар. Алдағы уақытта Amazon'ды қолдануымыз мүмкін, егер қолданушылар саны өсетін болса. Себебі ол жерде мен жалғыз разработчик, не істегім келеді өзім білемін. Ал анандай компанияларда ондай емес. Ол жерде айтылған технология бар. Мысалға, бэкенд Django'да істелген приложение, Kotlin-де жасап тұр, давай сода істе, iOS, Swift-те жасап тұр, сода істейсің, бітті, басқа ештеңе қоспаймыз. Окей. Ондай жағдайда сіз соларды үйренуге тура келеді сізге. Ал енді өзіңіздің жобаларыңызда әрине оны қолдануға болады. Себебі бұл уақытты қатты экономдайды. Жаңаға дайын жүйелерді серверлес жасайтын болсаңыз, ол жерде жариялау тез, уақытты экономдайды деген сияқты. Тіпті көп жағдайда ақшаны да экономдайды. Бірақ абайлап қолдану керек. Бірдеңе дұрыс емес болса, жаңағы өз қайта-қайта шақыратын функциялар бар, жаңағы бесконечный түрде кететін. Сондайды жіберіп алсаңыз, случайно жаңағыдай минусқа кетуіңіз мүмкін. Бірақ бұның минусқа қарағанда плюсы көп. Сондықтан мен осыны кез келген разработчикке, саған әсіресе қарап көруді ұсынамын. Google-ге серверлес немесе YouTube-ге қосымша серверлес деп жазатын болсаңыз, соңғы кезде орысшада ақпараттар пайда бола бастады, көп ағылшынша, бірақ орысшада қарап көрсеңіз болады, ағылшыншада да бар. Барлығын қарап шығуды ұсынамын, одан кейін сізге керек пе, керек емес пе, соны шешсеңіз болады. Бірақ мен өзім серверлес қолданамын деп есептеймін. Алдағы уақытта монолит жүйесі өзіме қатты бір сондай ұнамайды.